Саламатсыздар ма әріптестер? География сабағында мынандай қосымшалар пайдалануға болады. Мысалы, интернет браузерлерді ашасыздар, яғни Яндекс немесе Google Chrome. Сол жерден ағылшын тілінде геокрон мынандай всемирный исторический атлас и хронология. Осыны басылатын болсаңыздар, біздің заманымызға дейінгі 3000 жыл бұрынғы карталарды көруге болады. Мына қарайтын болсаңыздар. Біздің яғни эрамызға дейінгі. Мынау қазіргі таңда 2022 жыл. Мынаны үлкейтетін болсақ, яғни мұнда мемлекеттер берілген. Өзгерістер, яғни 2022 жыл. Осыда өзгешеліктерді қарайтын болсақ, 2012 міне бұл арқылы 10 жылға ауыстырады. Одан кейін 1 жылдан ауыстырады. Мысалға 2022 жыл, мұнда Қырым Ресейдің жерінде тұр. Және Судан, бұл жерде бір ғана Судан және оңтүстік Судан қылып берген. Бұл да бөлінген. Артқа қарай жылжытатын болсақ, 2015 жыл, 2014 жыл. 2014 жылды қарайтын болсақ, мұнда Қырым Украина жерінде тұр. Бұл бір өзгешелік. Одан кейін қазір Суданды қарайтын боламыз. Яғни саяси картадағы өзгерістер. Мысалы 2011 жылы Судан мемлекеті тұтас бір мемлекет, астанасы Хартум ретінде. Ал 2012 жылы Судан екіге бөлінді. Яғни Судан астанасы Хартум, мұндағы оңтүстік Судан астанасы Джуба қаласы. Тура сол секілді бүкіл әлемді солай көруге болады. Сонымен қатар мына жерде мынадай нәрсе. Мынаны үлкейте бастар. Үлкейтіп көруге болады. Одан кейін артқа 100 жылға артқа шегініс жасауға болады. Мысалы 1912 жыл, яғни КСРО қарайтын болсақ. Яғни патшалық үкімет ол кезде. Одан кейін өзгерістер болады. Тағы 100 жыл артқа қарай шегініс жасайтын болсақ, мұндағы мемлекеттердің тарихи көріністері. Үлкейтіп ашатын болсақ, Қазақстан, Бұхар хандығы, Хиуа хандығы, Қоқандықтар деген секілді. Ары қарай Константинополь міне, Осман империясы. Тура солай картадан көруге болады. Мысалы 1812 жыл. Осылай арт жаққа қарай шегіне берсек болады, яғни біздің дәуірімізге дейінгі 3000 жыл бұрынғы картаны көрсетіп бере алады. Кімдер өмір сүрді, жалпы жер шарында қандай империя бар болды, қандай саяси картада мемлекеттер болды деген секілді. Мысалы 712 жыл, мысалы Қазақстан. Қазір тағы өңделіп жатыр, яғни загрузка. Бізде ол кезде яғни қара қытайлар болды. 612 жылы ежелгі түрік қағанаты, міне түрік қағанаты ежелгі түріктердің екінші бөлімі. Одан кейін Тибет хандығы, Суй хандығы, Кокуре, Силва деген секілді мемлекеттер. Біз мысалы Корейстің киноларын қарап жүрген секілді. Сонымен қатар екіншісі, мұнда қосымша ретінде айтатын болсақ, тағы да ағылшын тіліне аударып, Сетерра деп тереміз. Сетерра. География пәнінен ойын. Сетерра географик, яғни ойындары. Ары қарай ашатын болсақ, ағылшын тілінде өзінің орыс тіліне аударуға болады. Мына жерде транскрипциясы аударуға. Одан кейін Америка құрама штаты, солтүстік және орталық Америка, оңтүстік Америка, Европа, Азия, Африка және Австралия мен мұхиттық аралдар. Сонымен қатар әлемнің географиялық картасы. Бұл жерде нелер беріледі? Жалпы бұл жерде ООН құрамындағы мемлекеттер, яғни Біріккен ұлттар ұйымы құрамындағы мемлекеттер, континенттер, үлкен қалалар, өзендер, таулар және мемлекеттердің тулары берілген. Сонымен қатар бұл пәнде қосымша ретінде, яғни биология сабағынан пайдалансақ та болады. Мысалы адам анатомиясы мен ғылым. Яғни адамның дене мүшелері, сүйектері, ми, құлақ, көз, терісі, жүрегі деген секілді анатомиялық құрылыстар бар. Сонымен қатар бұл қосымша арқылы біреуін көрсететін болсақ, мысалы Азия елдерін алайық. Азия елдері. Азия елдерін ашатын болсақ, мынандай ойын түрінде бар. Мысалға қазір мына жерде сұрақ берілген, Оңтүстік Корея Республикасы. Одан кейін Сингапур мемлекеті. Малакка түбегінің оңтүстігіндегі мемлекет. Тура солай, яғни Ирак, одан кейінгісі. Түркия, Кіші Азия түбегінде орналасқан мемлекет. Мұнда астанасымен бірге беріледі. Одан кейін яғни Біріккен Араб Әмірліктері. Тура сол секілді осындай
викториналық сұрақтар. Бұны экраннан пайдалансаңыздар да болады, және немесе сұрақ қойып интерактив тақтада мынау қандай мемлекет өздеріңіз қойып сол арқылы белгілесеңіз де болады, саяси картаны пайдалана отырып. Сонымен қатар бұл жерде яғни түрлі ақпараттар бар. Жалпы Сетера туралы шағын мәлімет айтатын болсақ, бұл 1997 жылдан бастап қолданысқа енген қосымша әлемнің 40-қа жуық тілдеріне аударылған. Мысал ретінде айтатын болсақ, кешегі күні яғни ағылшын тілінде бұл ойынды 26.356 рет ойналған. Бұл яғни керемет мүмкіндік деп айтсақ болады. Яғни мынау оқушыларда, 11 сынып оқушыларына әсіресе ұбт-ға дайындалу барысында керемет мүмкіндік. Яғни картаны ойын түрде ойнап отыру арқылы картаны жаттайды. Және мемлекеттердің ішіндегі, яғни бөліністері бойынша да қосымша ақпараттар бар бұл жерде. Жалпы осы екі қосымша. Ал бұдан бөлек қосымшаларды пайдалансаңыздар да болады, яғни Padlet, Hot деген секілді тапсырмалар. Ал олардың ішіндегі мынау нәрседе бір ресурс ретінде пайдалансаңыздар болады. Құрметті география пәнінің мұғалімдері. Рахмет.